Құрметті оқушылар, бүгін біз физикадан 8-ші сыныптан 19-ші жаттығуды қараймыз. Ол электр тоғының химиялық әсері Фарадей заңы деп аталады. Бұндағы бізге керекті дүние заттың электрохимиялық эквиваленті. Оны арнайы кестеден аламыз. Бірінші есепте тоқ күші берілген, уақыт берілген, 20 минутты біз секундқа айландырып аламыз 1200 деп. Енді массасын табу керек алюминийдің. М тең болады, К көбейту Т деген формуламен шығарамыз. Электрохимиялық эквиваленттің кестеден алдық, ол 9-10 көбейтілген 10-8 дәрежесі күмістің. Міне осыларды бір-біріне көбейтетін болсақ, бізде килограмм мынанша шығады да, үтірлерді жылжыту арқылы 0,446 грамм күмістің массасын ала аламыз. Екінші есепте уақыт беріліп тұр. 10 минут ішінде электродта 670 миллиграмм күміс бөлінді. Ваннаға тізбектей жалғанған ампер метр 0,9 амперді көрсетіп тұр. Ампердің көрсетуі дұрыс па дейді. Қанша уақыттың ішінде мыс хлоры ерітіндісінде электролиз кезінде массасы 4,174 грамм мыс бөлінеді. Тоқ күші 2 ампер деп екінші, үшінші есептер беріліп тұр екен. Бұл есептерді қарастырмастан бұрын сендерге каналға бірінші кіріп отырсаңдар, подписаться батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңдар дегім келеді. Екінші есепте міне уақыт беріліп тұр 10 минут, біз оны 60-қа көбейтіп 60 секунд деп аламыз. Массасы миллиграммен беріп тұр, оны килограммға айландырамыз, яғни 10-ның -6 дәрежесіне көбейтіп. Және И тең болады, М тең болады ИКТ-дан идің формула иді тауып алатын болсақ, ол М бөлу К көбейту Т болады да. Мыстықы 112 көбейтілген 10-8 дәрежесі екен, міне бөлім, сонда ол 1 амперге тең болды. Яғни ампер метрдің көрсетуі алдыңғы берілгеніне 0,9 емес екен. Үшінші есепте міне тағы да масса беріліп тұр, граммен беріліп тұр, оны біз килограммға айландырамыз 10-3 дәрежесіне. Бұда мыс хлориді дейді. Енді мыстықы міне 33 көбейтілген 10-8 дәрежесі килограмм бөлінген кулон. Бұдан уақытты табатын болсақ, М бөлу КИ дейміз де, орнына қойып шығарамыз. Ол секундпен шығады. Секундты біз сағатқа айландырып, жоқ шамамен 2 сағат деп аламыз. Төртінші, мыс купорасы ерітіндісіндегі электродтарда 12 вольт кернеу берілді. 1 килограмм мыс алу үшін қанша энергия қажет дейді. Бесінші, күмістің азот қышқыл ерітіндісінен 6 сағатта 120 грамм күміс бөліну үшін ерітіндіні қыздыруға қанша қуат жұмсалу керек? Кедергі 1,2 Ом болса дейді. Оқушылар, бұл канал сендерге ұнап жатса, онда тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар, және достарыңмен ссылкасын бөлісе отырыңдар. Енді төртінші есепті қарасақ, бізде 12 вольт массасы беріліп тұр. Мыстың электрохимиялық эквивалентін жазып аламыз да. А тең болады У, И, Т дегенмен шығарамыз. М тең болады ИКТ болса, ИТ-ны тапсақ, бізде М бөлу К болады екен. Осыны ИТ-ның орнына Адағы жұмыстағы апарып қоямыз, сонда У тең болады МК. Енді орындарына мәндерін қойып шығаратын болсақ, бізде 0,136 көбейтілген 10-8 дәрежесі жоуль болды да, біз оны 36 мегаджоуль деп жаза аламыз. Бесінші есепте 6 сағат, ол 21.600 секунд болады. Масса 120 грамм, ол 0,2 килограмм немесе 120 көбейтіліп 10-3 дәрежесі деуге болады. Және кедергі бөліп тұр. Біз енді қуатты табу үшін I квадрат R, біз идің орнына М бөлу К-ны қоямыз да, оны квадраттап R-ға көбейтеміз. Яғни міне орнына қойып шығаратын болсақ, бізде жоқ шамамен 30 ватт болады екен.